Сондай-ақ Түркияда отандастар қоры осы елдің қос бірдей мекемесімен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Оның бірі шетелдік түріктер және туыстас халықтар басқармасы болса, екіншісі Юнус Эмре институты. Құжат мекеме аралық диаспора саясатына қатысты тәжірибе алмасу, бірлескен жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Тараптар кездесуде бірлескен жобаларды жүзеге асыру мүмкіндігін қарастырды. Сондай-ақ шет елдерде өмір сүретін түрік және қазақ диаспоралар арасында байланысты арттырып, өзара ынтымақтастықты жетілдіру жолдары сөз болды. Бұндай меморандумға бірінші рет қол қойып отырмыз. Мына өзінің отандастарымен түркі жағы заманнан бері қарай жұмысын іс-шаралар жасап жүрген. Сондықтан солардың қай дәрежеге жеткенін білеміз. Юнус Эмре институты мен отандастар қоры арасында қол қойылған хаттама аясында мекемеміздің 5 құрлықта орналасқан 56 орталығы бар. 60-тан астам мемлекетте қарқынды жұмыс істеп жатырмыз. Институтымыздың логистикалық мүмкіндіктері мен орталықтарын қазақ қандастарымызбен бөлісуге дайынбыз.